Вакалары ақпа тарифетмеге азырмыз. Студияда мен Султания Истакаева çalışам. Хайырлы ақшамлар. Ковид кері қайтмай, Қырым коронавирус хасталарының сайысы артуғының тезлігі бойынша Русияда 4-ші ерге шықты. Қырым көлеріне газ кечіріле мұйым ресурс судақның қапысхор көйіне етіп келді. Русияда бүгін қараманлар күні. Біз ісе бияз халат кейген қараман аққында екеге етеміз. Бізім дайми рубрикамызда Экім Зарем Бураметов. Ясақларға бақмадан елбаш корпоративлеріні тешкіл етмеге қарар алған ательерлерге девлет ичте қол тұтмай жақ. Сергей Аксенов бөлек қарар ақта сөз берді. Бұны Қырым елбашчысы коронавирус дарқалуының огүні алуға бағышланған оператив штабының топлашуында білдірді. Кроме того, что будут меры административного воздействия, Bundan gayrı memuri tesir etuf çareleri olacak. Bu partizanlık uğraşkanlar, yani közümüzge bakıp biz bu talaplarga göre çalışamız dep, özleri ise korporativler geçirmege tırışkanlar akta. Devlet desteginin hiç bir şekilde olmaz. Biz böyle yerleşuf müesseselerinin cedvelini tizeceğimiz. Ve zenadaşlarım bunun devlet kol tutuvu çarelerini yekünleyeceğimiz. Қырым Cumhuriyeti ковид хасталарының сайысы артылығы тезлігі бойынша Русияда 4-ші ерге шықты. Cumhuriyeti яны коронавирус инфекциясының хасталанып соңғы 4 ай давамында 13,5 кереге артты. Бұндан ғайры Роспотребнадзор идаресінде ярымадада яны сынырланулар көрсетіле біле деп қорқыздылар. Контроль за работой средств... Елбаш байрамлар күнлері ерлешув васталарының ішіні незарет әтув пек хатты олмалы. Бұл іш мақсат қойылып, план бойынша алып барылмақ керек. Бүгінгі вазиет сағлық сақлау müesseселері, эпісі системалар бұл ішіні оператив ве яқшы бечермеге азырлығы пек мұйымдыр. Соңғы сутка давамында 315 кіші коронавирустан тедавиленді, ковид инфекциясы да 278 адамда таздықланды. Бұл ақта Қырым елбашчысы Сергей Аксенов өз ичтимаяқларындаки сәйфелерінде хабер етті. Умумен пандемия башланғандан берлі Қырымда 17,5 беңден зияды, яғни 17,661 коронавирус хастасы белгіленді. Умумен пандемия дәвірінде регионда 13,5 бен адам тедавиленді. Эпидемияға қаршы тедбірлер кечірілігі девам ете. Сергей Аксенов жемат топланған ерлерде болынған вақыт мұтлақа маскалар тақмаға ве 2 метрлік месафе қалдырмаға талап ете. Қырым пайтақтында космонавтика аллеясына ачтылар. Мерасимны ватан қараманларының күніне бағышладылар. Космос адлы кинотеатр янындаки территорияда ешіл осымліклер сачылды. Ленуза Бурсиитова тafsilatlар ile. Космик спутниклер ве аппаратларының идаре етуі ноқталары Совет луноходы сыналуы үшін полигон. Бұлар эпосы Қырымда 20-ші асырның орталарындан яратыла. Ярымадаға белі Совет конструкторы Сергей Павлович Королев сық келе. Соңра есе космоста бірінші олған инсан Юрий Гагарин. Онлар жыллар кечкен соң космос Қырымға қайтарыла. Да doğrusu bu ақта хатыра. Тантаналы музыка ве эльчерпмалар, космонавтика аллеясы açık. Қырым яны 2021 сенені көтереңкі дойғылармен қаршылай. Cumhuriyetте yüzler jelейхалар әмелге кечіріле. Олар Cumhuriyetsizні Қырым сакинлерінің яшайшыны яқшы тарапқа денештірейлер. Космонавтика аллеясыны спутник адлы аэрокосмик сайын кешафына қол тұту бірлешмесінің тешебюсінен яраттылар. Русия Мудафа везірлігі ве Роскосмос адлы девлет корпорациясы да қол тұттылар. Отдавая дань нашим организациям, предприятиям... Космик объектлер ерлешкен тешкелетларымызға, müesseселерімізге, қасабаларға жевап берерік. Хусусан яшларға, баба деделеріміз ватан оғрында не япқанларыны хатырламаға истедік. Проект яшларға Қырымның эбелки космик кечміші ақта хатырлатмақ вазифесіні ташый. Қырымда космос Совет бірлігінен параллель шекілде инкишаф етті. Кележекте мен білесем, Қырымны инкишаф етеятқан космосның пайтақты деп адламаға мүмкін олур. Қырымның сакинлері, мұсафірлері ве фаал адамлар енді диққатны желп еткен ерге қимет кесіп етіштірділер ве бегенгенлеріні сақлап оламайлар. И очень знаменательно, что именно
Тамам шукуну аллея бойле тарзда ачылганы терен мана ташый. Кырымда эм адамлар, эм балалар, ватанперверлер. Бу аллея Кырым ве Русия үчүн буйк эмиет ташый. Аллея территориясында калдырым плиткасы тошелген. Канада наратлары отурылды. Яңыз кемлелер ерлештірілді. Бір қачыл евелсі мында Сергей Королевның ве Юрий Гагаринның бүслері ерлештірілген еді. Сквер композициясыны космик антенналар екінледі. Олар өсішіні бітірділер ве Русия Мудафа везірлігі тарафындан Ахмешітке бақшыш етілді. Космос кинотеатры бинасының кырышы өгінде бөле сквер шерлилерні желп еткен да бір ер олacak. Бөлейха яратылуының бірінші басамағыдыр. Келечекте мұнда дігер космик экспонатларны қошмаға ниет бар. Ленуза Бурсиитова ве Виталий Голубев, Миллет үшін. Жемхуриетте хатыра вешан шурет елнын нетижелеріні чықардылар. Мирасим черчевесінде Таврида Меркези музейінде яныланған экспозиция ве концлагерь Красны адлы мемориаль комплексінің территориясында кадетлерінің тантаналы тедбірі кечірілді. Қалған тавсиятлар Султания Бакалның левхасында. Бүгін Русияда ватан қараманларының күні қайдетіле Байрам Шерифіне Ахмеджеттеки Таврида Меркези музейінде Қырым оғрында көреш адлы сергі тақдим етілді. Эсэс экспонатларından бірі диорама, оның муэлифы реконструкторы ресам Игорь Дзысь. Тесадуфин бірші япылмай деп қайдеті диораманың яратыжысы. Бөлі етіп экспозицияда да бір диорама тақдим етілді. Экспонатлар üzerinde ішні реконструкторы ресам январь айында башлаған еді. У нас еще кусочек холста оставался. Бізде да кетен парчасы қалған еді, ве біз бір диорама азлық етер деп тұшындық. Қол тұтув керек, дедік ве шу вақыт ақылымызға ақяр келді. Чүнки бұл мевзуны 75 ел девамында бір кімсе көтермеді. Экспозицияда 400-ден зәйді экспонат тақдим етілді. Бұл шейлер чоқ еллар девамында топланды. Эта работа не прекращалась. Қырым азат етілгенінден берлі бұл іш тоқтатылмады. 1944 сененің апрель айындан башланған іш ойледі девам етіле. Бұл елбетте қиын іш, ама музей хадимлері бұл артефактларны сақлап олдылар. Қырым Жумхуриеті Девлет жұрасының рейсі Владимир Константинов айтқанына көре бұл екене весон келе хадыгыл Қырым акиметі дигер проектлер üzerinde де чалышалар. Мы сейчас работаем над проектом. Біз шымды Қырым женг девірінде лейха üzerinde çalışamыз. Bizim мақсадымыз насыл. Elbette икае етмек, теренден огренмек. Керек олған вақыт Қырым территориясында Улу ватан женкінен бағлы вақиялар ақта яңы малумат топламақтыр. Bundan da gayrı adlı memorial kompleksinin teritoryasında kadetlерінің тантаналы тедбірі кечірілді. Кадетлер ант еттілер. Фашист ишғали құрбанларының мемориалы огуне чечеклер қойылды. София Шукурова, Султания Бакал, Асан Зевадинов, Миллет үшін. Қырымда бұл сене 12 көйге газ кечежек. Ең сонки көйлерден бірі Қапыскор көйі олды. Ишлеріне кечкен сене октябрь айында башлаған еділер. Құручылық 2 басамақта алып барылды. Огде да бір басамақ тұра. Бүгін 73 евге газ кечірілігі бойынша аңлашма азыр. Оларының 17-сінде енді мавы яқарлық пейда олды. Ерлі сәкенлерден бірі олған қадынның евінде мұхбірлеріміз мұсафірлікте болындылар. Odun komur көйген электрикалетлер епсі қиынлықлар арта қалды. Қапсқор көйінде чоқ бекленілген вақиамында газ келіп еті. Газ елінің умуми ұзынлығы 29 километрні теш келеті. Көйде 2,5 бинге яқын адам яшай, олардан 17 евні енді газға құрадылар. Газ еліні кечкен сененің октябрь айында құрып башладылар. Бүгін о аман-аман бұтын көйні қаплап ала. Бюджет у нас получается 154 Бюджетіміз 154 миллион олып чықты. Проект түзлівіні 2015 сенесі башланды. Құручылық есе 2019 сененің октябрь айында башланды. Бір ел ішінде бөле Муреке Прилев олған ерде құручылық етілді. Бұл ерде бірінші ве екінші невбет. Умумен уч невбетке бөліне. Крым газеті мөсесесі енді анлашма тызды. 73 ев яқын вақытта газнен темін етілежек. Олардың арасында емді Анжелика Чудиновскихнын Ева.
Біз электрик котелны алған сон, бізде газ котелыны қойдылар. О 24 киловаттлық. Әнді евімізде сыжақ, онайтлы ве әр вақыт сыжақ суымыз бар. Анжелика Чудиновских ось анасынен бірабер яшайвелері электрик котелнен исіне едік, дейама қышта евнын іші епсі бір суық олайды. Әмді чоқ пара төлемек керек еді, оларының қырантасы бірінжелер сырасында газ кечірді. Как только сообщили, что у нас будет проводиться уже газ, Бізде газ кечірежегі ақта хабер еткенінен біз тезден ішімізні башладық, весихаларны топладық ве бірден горгазға бардық. Газға құралывыда қавсызлық чәрелері епсі бақыла. Первые показания наши. Біздің бірінші көстергічлеріміз. Мына 175 литр, яны да 0. Құблар да жоқ. Абонент газның бірінші құбларыны üçün төлемеге келгенini беклейміз. Судақ мемориятның елбасшысы Игорь Степиков айтқанына көре районда газификация ішлері девам етежек. Бізде тарақташ, суық сала көйлеріне газ кечірілу проекті азырлана. Мен белесем, 2021 ве 2022 сенелері біз аман-аман 100% шер оғырыны газнен теменленуіні қапатып олурмыз. Умумен Қырымда елінің башындан берлі 12 мескендерге газ чекілді. Яқын вақытта Мавы яқарлықны Бақчысарай районының 6 көйіне еткізмеге планлаштыра алар. Фатисала көйінде ішлер сонуна келеят. Әлмасы Блакимова, Сивиля Миметова, Виалим Сейдалиев, Милет үшін Судақ. Ахмеджетнан 25 санлы мектебінде бүгін Умумрусия тәсіл лейхасы черчевесінде рақам дерсі кечірілді. Талебелер суни белгілер ішлеп чықарылығы ақта малюмат алдылар. Кележек технологияларыны өзлері насыл ярата білгенлері вене ерде қоланмақ мүмкін олғанына огренделер. Адеттен тыш дерс насыл кечкені ақта Сабина Денеева тариф әтежек. Чан қақылды. 9-шы сынып талебелері оқуған аудиторияда еркес тынчылана. Дәрс башлай. Мевзу нейрон ағлары ве коммуникации. Бұ дәрс Умумрусия тәсіл лейхасы черчевесінде рақам дәрсі кече. Шымды балалар яшайышта нейрон ағларыны қоланмаға огренелер. Бұ эмтибиет эмпилатсыз арабалар. Бұ технологиялар атасес месседжларында ішлетіле. Эта тема очень обширная. Бұ бек кеныш мевзу. О маңа кележекте ярдым етежек. Пек мерақлы мевзу. Әрбір талебе бұ мевзуны огренмек керек деп саям. Чүнки нейрон ағлары бізім этрафымызда ве бұл мевзу әрбірімізге пек керек. Назариеттен амелиятқа. Талебелер чешіт әлевелерінің программаларының тезелер. Эсап бойынша ағыр вазифелер. Ичді меселе дегил. Ирина Серида информатиканы ұгрынды башлағынын. Зенатына нене бақлайчы ақта қарар алды. Кележекте ракетелер учхан траекторияны сайып чықмаға істей. Бүгінгі мевзу пек рахбетлем деген фикірде. Начинаем начать. Шымды біз ой селевемізні яратажамыз, башламаға башлаймыз. Мен да емин дегілім, жыныс яшки баринтерлерге бақармыз. Енді керекли әршейні сечілген сон илевені яратамыз. Есасы язылған алгоритмлеріні қоланмақ. Ирина мессенджер япты. Боле дәрс Русияның әрбір мектебінде, әрбір сыныфында кече. Мевзулар текрарланмай. Урок построен на том, что... Дерс ойлы тызылгенки әрбір кіші ішлеп чықарған мақсус тренажер бар. Ерке соны қолана біле. Оның ярдымынен белі бір белгілеріні алмақ мүмкін. Бұл программа түзімнің темеліне алып бара. Адам белгілер алып, оларны илерде осин кешафы үшін қолана біле. Бүтін Русия рақам дәрсі 25-ші санлы гимназия мектепті енді 2 елдан берлі кечірілі. Ожалар қайт әттелер ки, талебелер yüksek білгі севиелеріні көстерелер. Сабина Денеева, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Кезлевде сақатлар үшін автодром құрылығы соңғы басамақта болуна тек сызық ве ишаретлер чызылығы қала. Профессионал реабилитация мерkezінде тәрбие алғанлар тезден арабаларына айда башлайжақлар. Ама бұл тек қошма оқув курсы олajaq. Әмді ел 300-ден зияды мезун мерkezінің дипломларыны елді етелер. Мұнда насыл зенатлар алмақ мүмкінлігі ақта біздім левхамыз. Кезлевде сақатларының профессионал реабилитациясы мергезінде тербие алғанлар назари шекелде керамика ясалывыны огренейлер дерсте бір қач тәлебе отыра. Оларының яшлары фарқлы. Бір қат ашаға түшсек тәдәвелев беден тербиясы. 6, возвращаем 7.
Мерkezde чешу сақатлық группаларына айт адамлар реабилитация кечелер. Кемірлерінің беден имканлары зайыв, башқалары рухи жеттен ярдамға мұқтажлар. Беден тербиясы ве қонушывдан ғайры бұ ерде зенат алмақ мүмкін. Плиточник, облицовщик. Плиткачы, мозайкачы, кераметчі, ресам, электрон союз техниканың операторы, технология донатмаларының түзетіжісі, аяқапчы, ағач оймачысы ве тікіжі. Бір елда 300-ден зиядет тәлебе олар үшін епсі шарайтлер бар. Мисал оларақ техниканы севгенлер үшін компьютер сыныфлары. Назари білгелер әмелиятта құланыла. Дүлгелер ата өзлері үшін ролелер яса білелер. Шлифование. Өзіміз тегізледік, лақладық, бойладық, сон аяқларыны қатырдық. Келечек елдан башлап, мұнда араба айдапчылығыны огретіп башламаға планлаштыралар. Бұның үшін енді 2 араба сатын алынды, олар мерkezінің азбарында тұралар. Амели дерслер үшін автодромда аман-аман азыр. Тек сызықлар ве ишаретлер етіш. Мерkezінің реберлері айтқанларына көре автодромда алып барылған ішлеріні енді декабрның 20-сінде екінлемеге ниетленелер. Илмасы Блакимова ве Виталий Голубев милет үшін Кезлев. Мырзачөл қараманлары языжы Нариман Решетовның яны китабы бойли адлана. Муилев оны 2 ел давамында язды. Кереклі малюматны топламақ үшін бұтын Қырымна айланып шыққан сон Нариман Решетов сүргінлікнен бағлы Қырым татар халқының фажасыны ве юрек аджысыны еткізіп олды. Китап 200 нұсқа тиражы ile басылды. 1-2 аптада олардан 1 нұсқа біле қалмады. Оқуйжыларының риджалары ile китап кенеде дершетілежек. Муилев ватандашларының юреклері насыл қазанғаны ақта мұхберлеріміз тариф әте. 320 сайфи, 59 қараман. Олар эпысы Мурзачөл өсімірлері. Орта Азия, Өзбекистан, Кезач. Бинлерже Қырым татар бір лоқма өтмек үшін суткаларнен чалышалар. Нариман Решетовға китап язмаға илхам берген шей тамам бөлі мұсыбетлер олды. Біздің балаларымыз, торынларымыз өсе, олар қарбаба биталары, мына насыл башларынан мүшкіл күндер кечісті, оларын ұнтымасын деп, олар сақланып қалсын деп, бөлі бір китабын біз шығардық. 2 ел девамында Нариман өз фикірдешлерінен берабер Қырымны айланып малюмат топлады. Ватандашларымызден көрішіп, оларының балалық хатырлавларını язып алды. Бұл өсмірлер, балалық чағында демек бөле бір ағыр шарайетлерде олдылар. Олар сақланып қалмақ үшін өзлерін айлелерін, өзлерін анасын, бабасын сақлап қалмақ үшін демек çalışma межбүр олдылар. Мырзачөл қараманлары адлы китап 2 тілде язылды, Қырым татар ве рус тілдерінде. Бірінші тираж 200 нұсқа. Оларның 20-сы Қырымның китапханелеріне йоланылды. Қалғаны эпысы есенді сатылды демек мүмкін. Китапны сатын алғанларының эксереті бұл қараманларының балалары ве торунлары. Бұл китап дүния yüzü көрді. Бүгін күнде ве мақасы пек çok мерақланған, пек неткен адамлар бар. Kitabın okup çıktılar ve bu görüşülerde nerede bana büyük teşekkür bildirdiler. Нариман Решетов өмірінің бұйық қысмыны Қырым татар тілінің тарихына, медениетіне ве инкишафына бағышлады. 21 ел девамында о Қырым татар тілінде тәсіл берген Майская кой мектебінің мүдірі вазифесінде çalışты. Туфған тіл ве әдебият дерсіні алып барды. Қырым татар халқы ве башқа миллетлер өз тарихыны білмеселер, демек оларның келечегі пек ағыр olur. Яш неселіміз мақсус бұл китапны оқымақ керек ве халқымыздың тарихыны білмек кереклер. О зилк китапларында Нариман Решетов Джанкой Сах ве bu şehirlerinin sakinleri ақында yazdı. Muellif 4-cü kitabını yazmağa niyetleне. Bizler için bir kimse bizim tarihimizin yazmaz. Kim bile o tarihin içinde, o halkın içinde yaşayan, onu bilgen, özünün közmen көрген adamlar. Bu kitapның muellifi bir kimse toxunmаған mevzularını Қырым татар халқының тарихында belli olğan sayfelerini aydınlatmağa niyetleне. Сефи Шукурова, Севиля Меметова, Алим Сейдалиев, Миллет үшін Джанкой районы. Оларның месулиетлі вазифесі сағлықны қайтармақтыр. Біз әкімлер аққында рубрикамызны девам етеміз. Оларның жесіретлері юзлерже жанларына құртармаға ярдым ете. Біздің Невбетті левхамызның қараманы Зарем Бураметов. Автада еді кон инфекционист әкім хафлы вируснен көреші. Итибарлы әкімнің күнделік яшайшы аққында Ленуза Бурсиитова тариф ете.
Кайнайтқан чайникнің сесі сүкінетіні боза. Қою қаве қасталықлар тарихына далу. Қызыл зоғна аятлары бойы юзлерже километр артта қалды. Біз оларны инсан белеларыны ве дертлеріні еңгіл чезген механизм кебі тасавур еткен вақыт, олар белі олмаған вирусақта яңы малюматны угренелер. Юқуға тоймағанлары, юқулары қачқаны, инсан жанларыны құртаруда буюк месулетлік ақта индемелер. 34 жылдан берлі Зарем Абдулязович чешет юқма хасталықларға қаршы күреше. Ярым ел евелсі есе ковидге қаршы күреш башлады. Мы, в принципе, уже были готовы. Біз студентлік деврімізден бойле эпидемияларға азыр едік. Эпидемиянен біз ел çalışамыз. Грипп, шымды ковид инфекциясы қошылды. Юқусыз гежелеріміз де ола. Керек олған вақыт, геже де çalışамыз, күндізде, вақыт. Дабыр ел евелсі евде отырыңыз деген ибаре бойле мана ташы жағына бір кімсе ишанмаз еді. Амма екімлер үшін дегіл, шымды олар 4 дивар ішінде юқламаған бір механизм кебі çalışалар. Бұңа баққанда аңлайсын, қараманлар да ағлай, білелер ве бір шейден қорқалар. Страх у врачей. Екімлер ең зияде хастаны жоймақтан қорқалар. Оның үшін бір екім хастаны бұйық диққатнен бақа. Егер бірде бір ағырлықлар пейда олса, консилиум топлаймыз. Хасталарны бераберлікте команда елеті давилемеге тырышамыз. Ағыр олған вақытлары бір шей күч ве үміт бере. Бұл хасталарының түзелгенini көрмектір. Екім үшін ең қиметлісі бұл үш сөз. Сіз кенеде сағламсыз демектір. Ама пандемияның өз қайделері бар. Башқа сөзлеріні сықча іштеміз. 35%. Ақ жігерлер 35%ға зарарланған. Екі тарафлы пневмония. Тамам бұл әнде екім аскерге чеверіле. Пандемия тақатсызлық олмаға чаре қалдырмай. Бойле вақыт ең бұйық муафақиет яқшы олған қасталар. Олар әлбет сық алда жанларыны құртарған бейаз халатлы меліклерді танымайлар. Толу экипировка ве юзлері қапалы олғаны себебінден. Ама Зарем Абдулязович бір хастаны хатырлай. Были 80 лет. 80 ве 90 яшлы хасталар да олды. Біз оларны тедавиледік. Олар телефон ачалар. Олар сақ селемет, бақтлы олғанлары, ковидны енгенлері бізні пек қувандыра. Ок сыраларда тұрған аскерлер, оларның яшайшы бүгін қызыл зонада геже күндіз тоқтамаған іштір. Бұ ақиқи уруш, қарамаларының юзлері маскаларнен сақлы. Чоқ қатлы респиратор қорчалаған костюм, көзліклер, бір қачдаққа азырланған соң Зарем Абдулязовичке санки бір шей зарар кетіре білмес. Кенеде бұл сызықны атлап кече, анда есе өмір ве өлім көреше. Ве бүгін кім еңежегіні әвелден бір кімсе білмей. Фотода тек көзліклер артындан күлімсіреген көзлер серлева оларақ сағлық сақлав қараманлары деп язам. Пандемия девірінде бойле сөзлер қабартылған кебі көрінмей, чүнки көзлерге ишанасын. Ленуза Борсейтова ве Азиз Неметуллаев. Миллет үшін Эрмени базар. Бүгін ақшам саат 8-ді без обмана адлы ток-шоуымызны сейір етіңіз. Эфирнің мевзусы пандемия деварының қараманлары. Студиямыздың мұсафырлері күн коронавирус пандемиясынен көрешкен екімлер. Сіз өз суалыңызны бере білесіңіз, о мұтлақа эфирде сәслендірілер, ичтимаи ағлардаки миллет группаларына кіріп, өз тәфсірлеріңізні қалдыра білесіңіз. Бүгінге бұл эпісі хаберлер миллет телеканалындан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.